саламатсыңдар ма? Бүгін 146-шы сабақты өтеміз. Тапсырмаларды орындамас бұрын видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алыңыздар. Бірінші тапсырма. Кестені пайдаланып, есептер құрастырамыз. Бұл тапсырмада кез келген есеп құрастыра аламыз. Арман мен Әсел киноға билет сатып алды. Билет бағасы 450 теңге. Кинодан шығып, саябақта серуендеді. Саябаққа кіру билеті 500 теңге тұрады. Барлығы қанша теңге төленді? Есепті шығару үшін 450-ді 2-ге көбейтеміз. Себебі бізде 2 адам, Арман мен Әсел. 500-ді де 2-ге көбейтеміз. 1000 теңге. 900 дегеніміз киноға кірген билет бағасы, 500 теңге саябаққа кірген билет бағасы, яғни екеуінің. Енді 900-ға 1000-ды қосамыз, 1900, екеуі барлығы 1900 теңге төледі. Тағы бір екінші нұсқасын көрсетейін. Арман 4 балмұздақ сатып алды, әрқайсысы 200 теңге тұрады. Және достарына 5 шырын алып берді. Оның әрқайсысы 75 теңге тұрады. Және өзі батутта секірді. Ол 200 теңге. Барлығы қанша теңге төледі? Енді 4-ті 200-ге көбейтеміз, 800 болады. 5-ті 75-ге көбейтеміз, 370 болады. Енді бізде Арманның жұмсаған барлық ақшаларын қосамыз. 800 қосу 375 қосылған мына батуттағы 200-ді, сонда 1375. Есептің жауабы барлығына 1375 теңге төленді. Мына кестеде берілген мәліметтерді пайдаланып, сендер кез келген есеп құрастыра аласыңдар. Екінші тапсырма. Мына берілген суреттер бойынша есеп құрастырамыз. А нұсқасында 4 шырын, әрқайсысы 125 теңгеден сатып алынды. Барлығы қанша теңге тұрады? 4-ті 125-ге көбейтеміз, 500. Сонда есептің жауабы барлық 4 шырынға 500 теңге төленді. А нұсқасында кәмпиттің бір данасы 136 теңге тұрады. Ал 7 кәмпит қанша теңге тұрады? Оны табу үшін 136-ны 7-ге көбейтеміз, 952. Есептің жауабы 952 теңге тұрады. Үшінші Б нұсқасында шоколад 248 теңге. Ал 3 шоколад қанша теңге тұрады? Есепті шығару үшін 248-ді 3-ге көбейтеміз, 744. Есептің жауабы 744 теңге тұрады екен. 3 шоколадтың бағасы. Үшінші есеп. Сен 700 теңгеге не сатып аласың? Мұнда заттар берілген және мынау жандағылар бағалары. Қолымызда 700 теңге бар екен ескеріп, 700 теңгеден асырмайтында етіп, біз мына жердегі заттарды сатып алу мүмкіндігін қарастырамыз. Бірінші нұсқасы бізде барлығы 700 теңге. Оны ойымызға сақтап аламыз. Енді 2 вафли әрқайсысы 140 теңгеден. Балмұздақ 420 теңгеден. Енді барлығы қанша теңге тұрады? Оны табу үшін 2 вафлидің данасын көбейтеміз 140-қа, сонда оған балмұздақтың бағасын қосамыз, сонда 700 теңге. Демек біз 700 теңгеге 2 вафли мен балмұздақ сатып аламыз. Тағы екінші бір нұсқасы. Біз барлығы бізде 700 теңге бар, 3 дана тәтті нан әрқайсысы 55 теңге тұрады. 2 дана жүгері әрқайсысы 75 теңгеден және 2 шоколад алдық. Енді осында тұрған бағалардың бәрін есептейміз және қосамыз. 565 теңге шықты. Енді бізге сатушы қалған ақшаны қайтару керек қой, қарыз. Енді 700-ден аламыз 565-ті, сонда 135 шығады. Біз мына заттардың барлығын сатып алдық, ал сатушы бізге қайтарды 135 теңге. Дәл осылай мұнда берілген кез келген заттардың бағасын 700 теңгеден асырмай біз сатып ала аламыз. Төртінші тапсырма. Саябақта 436 адам қыдырып жүр. Оның 125-і ер адам, ал әйелдер саны олардан 2 есе артық. Ал балалар қанша деп сұрап тұр. 125-ті 2-ге көбейтеміз, 250. Есептің шартында 2 есе артық деп тұр. Есе артық болса біз көбейтеміз. Сонда 250 бұл әйелдердің саны. Енді барлық 436 адамнан азайтамыз мына ер адамдар мен әйел адамдардың санын. Сонда 61. Есептің жауабы 61 бала қыдырып жүр. Ә нұсқасында саябақта демалып жүрген балалардың 46-сы балалар қалашығында, ал қалғандары аттракциондарда. Ол
мыналардан 4 есе көп. Бізден сұрап тұр, аттракциондарда қанша бала демалып жүр? Енді 4 есе көп болса, біз көбейтеміз. 46-ны 4-ке көбейтеміз, 184. Есептің жауабы аттракционда 184 бала ойнап жүр. Ал егер апайларың барлық балалардың санын тап десе, мына 184-ке 46-ны қосамыз, сонда есептің жауабы шығады. Ал кітаптың мазмұны бойынша біздің жауап міне осылай. 5-ші тапсырма. 3 кіші балмұздақтың әрқайсысы 200 теңге тұрады. 2 үлкен балмұздақтың әрқайсысы 250 теңге тұрады. Бізден сұрап тұр, 3 кіші балмұздақ пен 2 үлкен балмұздақтың құны қанша теңге, ал барлығының құны ше? Есепті шешу үшін 200-ді 3-ке көбейтеміз, 600 бұл 3 кіші балмұздаққа жұмсаған ақша. 250-ді 2-ке көбейтеміз, 500 2 үлкен балмұздаққа жұмсалған ақша. Енді барлығын қосамыз, 600-ге 500-ді 1100. Есептің жауабы барлығының құны 1100 теңге. 6-шы тапсырманы шығарайық. Астана қаласынан Алматыға қарай 8 автобус жолға шықты. Оның 3 автобуста әрқайсысында 25 баладан бар, ал 5 автобуста әрқайсысында 38 баладан бар. Барлығы қанша бала жолға шықты? Ол үшін 3-ті 25-ке көбейтеміз, 75 болады, 5-ті 38-ге көбейтеміз, 190 болады. Енді барлығын табу үшін барлық балалардың санын қосамыз, 265. Есептің жауабы 265 бала жолға шықты. 7-ші тапсырмада диаграммада саябақта демалушылар туралы мәліметтер берілген. Диаграмма бойынша сұрақтар құрастыр делінген. Біз кез келген сұрақ құрастыра аламыз. Барлығы қанша адамдар бар саябақта? Немесе қай демалыс орталығында адамдар саны көп? Диаграммаға қараймыздағыны ең үлкені ол бізде аквапаркта, ал ең азы күлкі бөлмесінде. Тапсырмасында диаграмма бойынша есеп құрастырып оларды шығар делінген. Кестеде берілген мәліметтерді жазып алдық осылай. Енді демалушылардың саны қанша деп жалпы сұрақ қоямыз. Есепті шығару үшін мұна барлық демалып жүрген адамдардың санын қоссақ, 480. Бұл есептің жауабы болады. Саябақтағы демалушылардың саны 480. Менің көрсеткенім тек бір ғана нұсқасы. Сендер мына диаграмманы пайдаланып кез келген есеп құрастырсаңдар болады. 8-ші тапсырма. Теңдеу құруды шығарамыз. X бөлінген 5 тең 600 бөлінген 6. Есепті қалай шығарамыз? Бірінші мына бөлігін орындаймыз. 606-ға бөлсек 100 болады. X тең 100-ді жазамыз. 5 мұнда бөлу болып тұр. Теңдіктің мына бетіне қарама-қарсы амалға ауысып көбейту болады. Екеуінің көбейтіндісі 500. Сонда 500-ді мұнда X-тің орнына алып барып қоямыз. Сонда 500 бөлінген 5, 600 бөлінген 6, 100 тең 100-ге. Теңдеуіміз дұрыс шықты. Екінші теңдеу. Мына жақта 105 көбейтілген 3 деп тұр. Осы көбейтуді бірінші орындап аламыз. Сосын 540-қа 62-ні қосамыз, 602. X тең 602-нің өзі жазылады. 315-тің таңбасы мұнда қосу, яғни плюс. Ол теңдіктің мына бетіне азайту болып өзгереді. Сонда екеуінің азайтындысы 287. X-ті мұнда орнына алып барып қоямыз. Сонда 602 тең 602 теңдік дұрыс орындалды. Мына тапсырмада алдымен екеуін қосып аламыз, 745 болады. 745-ке 98-ді қосамыз, 843. Y-тің орнына алып барып тексерсек, теңдігіміз дұрыс шықты. Соңғы 4-ші есептің жауабы 520. Орнына алып барып тексеріп көрдік, 130 тең 130. Барлық теңдеу шықты, дұрыс шықты. 9-шы тапсырмада тотықұс пен торғайдың массасын анықта делінген. Суретте бізде барлығы анық берілген. 3 тотықұс пен мына торғайдың массасы 200-150 граммға тең. Енді мына жақта 2 тотықұс 200 граммға тең. 2 тотықұстың бағасы, яғни массасы бірдей болып тұр. 200-ді 2-ге бөлеміз, 100. Сонда 1 тотықұс 100 грамм болғаны. Міне, 202 тотықұстың массасы болса, 100 мынаның массасы. Енді қалды бізде 50 грамм, ол бізде торғайдікі. Былай дәптерге жазып аламыз. 200-ді бөлеміз 2-ге, 100. 1 тотықұстың массасы.
Сәйкесінше 3 тотығыстың массасы 300 болады, ал торғайдың массасы 50 грамм. Есеп шықты. 10-шы тапсырмада Марат, Айнұр, Гүлжан, Нұрлан және Бекжан саябақта балмұздақ алуға кезекте тұр. Бізге шарт берілген. Гүлжан Бекжанның қатарында тұрған жоқ. Ал Нұрлан болса, Маратпен де, Гүлжанмен де қатар тұрған жоқ. Балалар қандай ретпен тұр? Дұрысын жазайық. Дұрысы бұлай болады. Біздің шартымызға сәйкес пе тексерейік. Гүлжан Бекжанмен қатар тұрған жоқ. Бекжан мұнда тұр. Ол дұрыс екен. Екінші шарт, Нұрлан Маратпен де, Гүлжанмен де қатар тұрған жоқ. Дұрыс, мұнда қатар тұрған жоқ. Сонда бізде балалардың реті міне осылай болғаны. Бұл есептің басқа нұсқасы да болуы мүмкін. Өз ойларыңды ұстаздарың айтсаңдар болады. Барлық 10 есеп жауаптарымен және түсіндірмесімен шықты. Сабақ ұнаса видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алыңыздар. Сау болыңдар.